Сәлем достар, мен Bekzat, менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі видео менің типа влог, яғни менің сабақтан кейінгі күнім немесе кешім қалай өтеді деп аталады. Мен обычно влогты сабаққа бара жатқан кезде бастаймын, ал бұл жолы мен сабақтан келе жатқан кезімде бастап жатырмын влогты, себебі видеоның тақырыбы осындай. Қазір сағат бізде ровно 2. Үйге келдім. Мен киініп болдым. Енді қазір ағылшынның заттарын салып жатырмын. Ағылшын заттар болғанда менде тек қана дәптер. Біз міне осындай бакашлы осындай сөздер үйреніп жатырмыз. Және бүгін біз жаңа тақырыпты бастаймыз, грамматиканы. Бізге үйге сөйлем құрауға берген, ал менің құраған сөздерім тек қана 5 қана сөйлем құрадым. Маған әлі 20 шақты сөйлем құрау керек. Ағылшынға барғаннан кейін тағы да сөйлемдер құраймын. Менің ұялы телефонның зарядкасы жоқ, сондықтан мен өзіммен бірге зарядкамды алып бара жатырмын. Ағылшынға барған кезде егерде тоқ болатын болса, онда зарядтап аламын. Бізге ағылшын 1 сағат болады. Сондықтан ол зарядкамды алмай, үйге келіп, зарядкам отырып, зарядкам толған күтіп жүргенше, сол 1 сағаттың ішінде зарядкам толтырып алып, үйге келіп кино қараймын. Жаңа түстім, енді жаяу төменге қарай түсемін. Мен ағылшынға ерте келдім, әлі жарты сағат бар. Мен жарты сағатқа ерте келдім. Достар, мен үйге келдім. Сосын ағылшыннан шыққаннан кейін мен супермаркетке соғып кеттім. Картошка алдым, роллтын алдым, вафли алдым, сосын сухарик алдым. Мен үйде картошка жоқ деп ойласам, сосын мынандай бір үлкен бір пакетін алып жүрсем, үйде онсыз да көп картошкалар бар екен. Вот это тупость. Далада қатты жел және кішкене салқындау. Далада салқын болғанда резко үйге кіріп кетсең, тез терлеп кетесің. Достар, қазір сағат 7:30 болды. Мен әлі сабақ оқымадым. 2 сағаттан кейін сабақтарымды оқып бастаймын. Қазір мен кино қараймын, прочь деген. Достар, қазір сағат түнгі 11 болып қалды. Мен студиядан суретті салдым, орыс тіл жаздым. Енді қазір мен Қазақстан тарихымен дүниежүзі тарихын оқиын деп жатырмын. Және ертең мен өзімнің көптен бері күтіп жүрген кинома бару мүмкін. Проклятие монахини деген. Негізі 3 кино шығады. Простая просьба, агент Джонни Инглиш, 3-я часть, және проклятие монахини. Мен негізі осы 3 киноға да алдағы 1 аптаның ішінде барамын. Яғни бару тиіс, себебі бұл өте керемет кинолар. Сондықтан алдағы влогтар өте қызықты болуы мүмкін. Қазір сағат 6:51 кетті. Бүгін келесі күн. Мен қазір сабаққа дайындалып жатырмын, жуынып болдым. Сосын мен дүниежүзі тарихын кеше оқымадым, сондықтан қазір бір қайталап алам да, сосын 7:30-да үйден шығып кетемін. Сабақтан келдім. Қазір сағат 3:20 кетті. Және мен қазір дайректке бара жатырмын. Яғни мен өзімнің классымдағы 3 баламен киноға барамын. Яғни менің көптен күткен проклятие монахини деген киноға барамыз. Енді қазір мен остановкаға бара жатырмын. Мен бір қасиетім бар, мен қасымда жүретін адамдар атақты болып кетіп жатыр. Осы жердің светі бар ғой, слишком аз чида деп. Артта тұр, дайня, бұл. Сестра,
Достар, міне мен үйге келдім және мен өте қатты шаршадым, себебі біз проклятие монахини деген киноға бардық. Содан кейін жаяу тәркақтауға бардық, ол жақтан бургер кингке кірдік. Одан кейін үйге де жаяу келдім. Қазір сағат 7-ден 48 кетті. Бүгінгі күнім өте жақсы, мен ойлағандай, даже мен ойлағаннан да көңілдірек және қызығырақ болды. Егер де сіз бургер кингке баратын болсаңыз, онда бургер кинг Қазақстан деген приложение жазып алыңыз. Бұл жерде регистрация жасасаңыз, сізге мынандай картошка фриді бесплатно береді. Және сіздерге осы видеоны дейін ойдамын. Бұл менің 2 күндік блогым болды, яғни менің өмірімнен 1 күн емес, 2 күн. Сіздерге қызықты және ұнады деген ойдамын. Ұнаса сақтың жоғары тұрған белгісін басып, және подписаться кнопкасын басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар, әрине. Және менің инстаграмма, кейбір әлеуметтік желілеріме тіркеліңіз. Короче, описанияны бассаңыз, сол жерде барлық информация шығады. Осы видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Достар, егер де сендер осындай фотоларды көргілеріңіз келсе немесе қызықты болса, онда менің инстаграмма жазылып кетіңіздер. Ол жерде сіздер бұдан да қызығырақ түрлерін таба аласыздар.